ситуацияға тоқталып өтейін. Енді өздеріңіз де көріп жатқан шығарсыздар, Олжас Байділдинов деген сарапшының іс-әрекеті қазіргі таңда. Тіпті қоғам жек көріп кететіндей. Мәселен, депутат Ардақ Назаровтың жаңағы анасын құттықтауы сұранысын төмендетті. Иә, сұранысын төмендетті, және де одан бөлек, сұранысын төмендеткеннен бөлек бірінші кезекте бұл репутациялық өзіне қарама-қайшы әсер алды. Біз азаматтық қоғамның дамуы Орталық Азияның бірлігіне әкеледі деген түсінік тұсынғымыз келеді. Өзінің бір шарықтау кезеңіне келген кезде ол да бір кемшіліктерін түзейді деп ойлаймыз, бірақ қазіргі таңда кемшіліктерінің бірі Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, эфирде Орталық Азия мұраты бағдарламасы. Біз әдетімізден жаңылмай Орталық Азияны тану мақсатында келесі бағдарламамызды көрерменге ұсынбақшымыз. Өткен бағдарламадан бері қарай Орталық Азияның мемлекеттерінің алдында өте үлкен ірі халықаралық оқиғалар болды деп айтсақ болады. 7 қазан күні Әзербайжанның Габала қаласында Түркі мемлекеттер ұйымының кезекті 12-ші саммиті болып өтті. Осы 12-ші саммитке Орталық Азияның 4 мемлекеті Тәжікстаннан басқа. Және Венгрия, солтүстік Кипр, атап айта кетуіміз керек, солтүстік Кипр, Түркия, Әзербайжан мемлекеттері қатысты. Біз неге Габалада өткен Түркі мемлекеттер ұйымының саммитіне тоқталып отырмыз? Себебі ол жерде Орталық Азияның мемлекеттерінің тұтастығы тағы да бір рет аталып өткеніне қарамастан, ол ұйымның құрамында Тәжікстан мүше емес. Тәжікстан бұл ұйымның жиналысына тіпті бақылаушы болып та шақырылған жоқ. Бірақ осы олқылықты толтыру мақсатында ма, әлде Түрік мемлекеттер ұйымының келесі даму сатысына қадам басу үшін ба, Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Түрік мемлекеттер ұйымы плюс форматын ұсынды. Яғни осыған дейін Орталық Азия плюс форматы болып, Орталық Азия Қытай, Орталық Азия Ресей, Орталық Азия Европалық одақ сияқты жиындар болып тұрса, енді Түрік мемлекеттер ұйымы және плюс форматы да болмақ. Бұл осы Орталық Азияның Түрік мемлекеттер ұйымының арасында интеграция жүріп жатып, Тәжікстанды шеттетпеу мақсатында болуы әбден мүмкін. Яғни Түрік мемлекеттер ұйымы плюс Тәжікстан деп, бұдан кейін интеграциялық осы бір платформаға қосуға қолайлы мүмкіншілік туады. Түрік мемлекеттер ұйымының келесі саммиті, ресми саммиті күзде Түркияда өтетін болды, және бейресми саммиті 2026 жылы Қазақстанда өтетін деп жоспарланып отыр. Тағы да бір үлкен оқиға, Орталық Азия мемлекеттері қатысқан, ол 9 қазан күні Орталық Азия плюс Ресей форматындағы келесі 2-ші саммит болып өтті. Орталық Азия плюс Ресей саммитінің алдында Әзербайжан Республикасының президенті мен Ресей Федерациясының президенті кездесіп, Ресей Федерациясының президенті ресми түрде ұшақ апатына кешірім сұрағандай кейіп танытты. Бірақ осыған қарамастан Орталық Азия плюс Ресей саммиті болып өтіп, бұл жерде де осы форматтағы ынтымақтастық қалай дамиды, аймақ пен Ресейдің ортасындағы экономикалық байланыстар қандай деген үлкен мәселелер көтерді. Қазақстан Республикасының президенті бұл жиында да сөз алып, Қазақстанда тілді еркін меңгерген, әсіресе орыс тілін еркін меңгерген жастар бар, бірақ орыс тілін меңгеру қазақ тілінің дамуына шектеу бола алмайды деген ресми хабарлама бере кеткен еді. Және осы оқиғаның аясында халықаралық ұйымдарда бір қызықты мәліметтер қосымша тарады. Мәселен, халықаралық қылмыстық сот Тәжікстанды Ресей Федерациясының президентін тұтқындамағаны үшін айыптады. Себебі Тәжікстан халықаралық қылмыстық соттың римдік статусы бойынша мүше мемлекет болып табылады. Ал халықаралық қылмыстық сот 2023 жылдың наурыз айында Ресей Федерациясының президенті Владимир Путинді тұтқындау туралы ордер жариялаған болатын. Осы міндеткерлікті орындамаған тарап ретінде Тәжікстан және Тәжікстан Республикасының президенті айыпталған болатын. Бұл әрине бірақ батыста болып жатқан оқиғалар. Осыған қарамастан Тәжікстанның Душанбе қаласының алаңында Орталық Азия өзінің бірлігін тағы бір рет көрсетіп, Орталық Азия Ресей саммитінің аясында келесі бір қадамдарға аяқ басты. Осының барлығы Орталық Азияда шынымен де ынтымақтастықтың
бірліктің қарқынды дамып келе жатқанын көрсетеді. Бірақ орталық Азияда осы бір бірліктің дамуына кедергі болып жатқан келесі бір фактор ол азаматтық қоғам. Орталық Азияның 5 мемлекетінде де азаматтық қоғам мәселесі кенже дамып келе жатыр десек болады. Соңғы кездерде ғана Қазақстанда немесе Қырғызстанда азаматтық қоғам саласында белсенді қадамдар іске асып жатқанына қарамастан, Қазақстан немесе басқа да орталық Азия мемлекеттеріндегі азаматтық қоғамның даму деңгейі батыстық мемлекеттерден бірнеше есе кем деп айтсақ болады. Сондықтан бүгінгі бағдарламамызда біз орталық Азия мемлекеттерінде, соның ішінде Қазақстанда азаматтық қоғам қалай дамып жатыр деген мәселені азаматтық қоғамды дамытуға өзінше бір үлес қосып отырған әлеуметтік желідегі бас тарту, шеттету немесе жаңа бір термин болып ұсынылып келе жатқан cancel мәдениеті туралы айтатын боламыз. Құрметті көрермендер, cancel мәдениеті бойынша сұхбатты біз Central Asian Dream жобасының жастар саясаты, соның ішінде әлеуметтік желілер бойынша сарапшысы Кеңесов Әкежан Бақтылымен сұхбаттасатын боламыз. Студиямызға келгеніңізге көп рахмет. Біз азаматтық қоғамның дамуы орталық Азияның бірлігіне әкеледі деген түсінік түсінгіміз келеді. Ал азаматтық қоғамды дамытатын керемет құралдардың бірі ол әлеуметтік желі. Ал әлеуметтік желіде бір жүріп жатқан соңғы кездерде пайда болған бас тарту немесе cancel мәдениеті бар. Яғни cancel мәдениеті. Осыған байланысты өзіңізді шақырып сұхбат алғымыз келеді. Бірінші сұрағымыз осы cancel ұғымы қайдан пайда болды? Қазақ қоғамына қалай келді? Осыны бір қысқаша айтып өтсеңіз. Жалпы жаңа жоғарыда атап өткендей, бұл азаматтық қоғамның негізгі қазіргі таңдағы дамуына үлкен әсер етіп жатқан құбылыс бұл әлеуметтік желілердің дамуы, соның әсерінен осындай cancel мәдениеті секілді құбылыстар пайда болып жатыр. Негізгі енді пайда болу тарихы ол әрине жаңағы өзіңіз жоғарыда атап өткендей батыстық мемлекеттерден басталады, бірақ дегенмен де бұл біздің қазақ қоғамына да бір таңсық дүние емес. Негізгі мағынасы cancel мәдениетінің ол бас тарту, жоққа шығару, жою деп айтамыз, немесе шеттету. Яғни белгілі бір адамның қазіргі таңда тіпті кейде белгілі бір компаниялардың қоғамда кереғар пікір айтуы, немесе сол айтылған пікірлеріне жалпы қоғамның наразылық тудыруы арқылы мәдени кеңістіктен аластату. Бұл қазіргі таңда осы cancel мәдениеті деп айтамыз. Яғни мысалы қалай жүзеге асады? Белгілі бір компания болса, сол компанияның өнімдерінен бас тарту, яғни бойкот жариялау арқылы, ал белгілі бір танымал адам болатын болса, сол адамды жалпы мәдени кеңістіктен алып тастап, сол адамға қарсы, осы пікіріне қарсы айыптаулар осы cancel мәдениеті арқылы жүзеге асып отыр. Жалпы сипаттама ретінде түсінікті, бірақ енді кейс термин келтірсеңіз, белгілі бір кейс және осы cancel мәдениетінің пайдалы жағын айтыңызшы. Енді Қазақстандағы қазіргі таңдағы кейстер келетін болсақ, көбінесе қазіргі таңда былай статистикаға, аналитикаға сүйенетін болсақ, көбінесе екі тақырып бойынша жүзеге асып жатыр Қазақстандағы cancel мәдениеті. Бірінші кезекте ол мемлекеттік тілге деген көзқарас, екінші кезекте ол тұрмыстық зорлық-зомбылық және гендерлік тепе-теңдікке қатысты. Бірінші кезектегі мемлекеттік тілге қатысты кейстер келетін болсақ, енді өздеріңізде естіп біліп отырған сол осы жақында ғана болған, мысалы Магнумдағы ситуацияны айтсақ болады. Былтырғы оның алдыңғы жылда болып отқан Чокофудтың іс-әрекетін, одан бөлек Қазақ кофе деген секілді осындай кейстер бұл біздің мемлекеттік тілге деген көзқарас бойынша жүзеге асқан болатын. Яғни осы белгілі бір компаниялар мемлекеттік тілге деген өздерінің дұрыс емес көзқарасының әсерінен жалпы қоғамда наразылық тудырып, өзінің өнімдеріне деген былайша айтқан кезде бойкот сұранысын төмендетті. Сұранысын төмендетті, және де одан бөлек сұранысын төмендеткеннен бөлек бірінші кезекте бұл репутациялық өзіне қарама-қайшы әсер алды. Яғни бірінші кезекте менің ойымша cancel мәдениеті бұл қоғамда әсіресе осы кәсіп өкілдеріне көрсетіп берді деп ойлаймын. Ол қандай қоғамда өмір сүріп жатқандығын және қоғамның сұранысы қандай және соған сай болу керектігін осы cancel мәдениеті көрсетіп берді. Яғни қазіргі таңда кәсіпкерлер өзінің қандай ортада өмір сүріп жатқандығын және қоғам одан қандай сұраныс тудырып жатқандығын кішкене ойланады және оған жауап беруге міндеттелді деп айтуға болады. Адамның мысалы бар ма? Одан бөлек енді қазіргі таңдағы жаңа бір ситуацияға тоқталып өтейін. Енді өздеріңіз де көріп жатқан шығарсыздар, Олжас Байділдинов деген сарапшының іс-әрекеті қазіргі таңда. Ол кісінің жалпы сарапшының әлеуметтік тұрғыда айтылған пікірі
кенселингке ұшырады, қоғам арасында наразылық тудырды және тиісінше ол кісінің осыған дейінгі айтылған пікірлерін көтеріп жіберді жарыққа. Яғни бұл да бір кенселингтің қазіргі таңдағы осындай бір феномені деп айтуға болады. 500 теңге туралы ғана айтылған еді негізі. Былтырғы жылғы сұхбатты былтырғы жылы біздің мемлекеттік тілге қатысты пікірі де қазіргі таңда әлі де қоғам арасында қызу талқыда жүзеге асып жатыр. Әсіресе қазіргі таңдағы осы Қазақстандағы өте танымал әлеуметтік желі Threads деп аталатын әлеуметтік желіде дәл осы кенселингтің жарқын үлгілерін көруге болады. Одан бөлек әрине тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты өздеріңізге мәлім Қуандық Бишімбаевтың ситуациясын, одан бөлек енді актер Шәріп Серіктің де кейсі, жалпы осы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың осы әсіресе қоғамда осы нәрсеге былайша айтқан кезде бейжай қарамайтындығын көрсетіп берді деп айтуға болады. Яғни қоғам өзінің белгілі бір қоғам өзіне қатысты жаңағы этномәдениетіне немесе былайша айтқанда ұлттық кодына деп айтайықшы, ұлттық бірегейлігіне шабуыл жасалған жағдайда немесе нұқсан келді деп есептеген жағдайда жаппай қоғам болып оған кері тұруды көрсетіп жатыр, әлеуметтік желі арқылы. Яғни азаматтық қоғам осы арқылы пікір білдіруді берді деп айтайықшы. Бірақ асырап сілтеп жібермейді ме? Мәселен, жаңағы белгілі бір адамды бүгінгі күнгі айтқан сөзіне ғана емес, осығанға дейінгі айтылған мәселелердің бәрін көтеріп, оны мүлдем жаңағы қоғамнан аластатып жіберуге, тіпті қоғам жек көріп кететіндей. Мәселен, депутат Ардақ Назаровтың жаңағы анасын құттықтауы, одан кейінгі осығанға дейін Ардақ Назаров берген сұхбаттарын бәрін көтеріп, қоғамды сол бір депутатқа қарсы шабуылға алып келді. Яғни менің айтайын деп отқаным, кенсел мәдениетінің асыра сілтеп жіберіп, пайдасынан гөрі зиян болып кететін тұстары бар ма? Қандай зиян жерлері бар? Жалпы енді кез келген жаңа құбылыс өзінің адаптациясы кезінде бәрібір де кемшіліктер көрінеді. Енді кенсел мәдениеті де бәрібір де қазіргі таңда біздің қоғамға жаңа құбылыс болып саналады. Әрине ол даму үстінде өзінің бір шарықтау кезеңіне келген кезде ол да бір кемшіліктерін түзейді деп ойлаймыз. Бірақ қазіргі таңда кемшіліктерінің бірі бұл жалпы жеке адамның іс-әрекетінен бөлек, сол жеке адамның өзіне деген шабуыл, сол жеке адамның отбасына деген немесе соның айналасындағыларға да шабуылы, бұл жалпы кенсел мәдениетінің бір кемшіл тұстарының бірі. Мысал ретінде, кейс ретінде келтіруге болады. Рүстем Жүгінісовтің жалпы гендерлік тепе-теңдікке байланысты айтқан дұрыс емес пікірі жалпы қоғам арасында наразылық тудырды. Кенсел мәдениеті болды, сол жерде кенселингке ұшырады, бірақ сол пікірі соның інісі Мирас Жүгінісовке де тиіп кетті деген секілді. Міне осындай кемшіл тұстары бар. Яғни негізі дұрыс кенселинг ол белгілі бір адамның сол іс-әрекетіне жүру керек. Ол адамның отбасына, оның баласына, анасына, ағасына емес, жалпы сол адамға жүру керек. Осы кемшіл тұсы енді әрине адаптация кезінде осы табиғи үйрену деп айтамыз ғой, өзінің кемшіліктерін жойып, біртіндеп дами беретіндігіне сенемін. Бұны бір заңмен бірдеңе міндеттеу керек па? Или өзімен өзі табиғи жолмен дами беру керек? Жоқ, жалпы бұл кенселингтің шекарасын сызып беретін заңда басқа да ештеңе керек емес. Бұны өзі қоғам өз жөндеп алады. Қоғам бар, әлеуметтік осы термин дамыған сайын, осы құбылыс дамыған сайын қоғам өзіне керектісін алып, өзі түзеп, өзі шекарасын сызып береді. Рахмет. Яғни осы кенсел мәдениетінің өзі азаматтық қоғамды дамытып отыр. Азаматтық қоғамның дамуына әлеуметтік желілер өзінің пайдасын тигізіп жатыр деп есептейміз. Ал біздің негізгі мақсатымыз ол азаматтық қоғамның орталық азиялық деңгейде дамуы. Сол азаматтық қоғамның дамуы арқылы азаматтық белсенділер, яғни орталық азиялық барлық жастар осы платформа арқылы бірлікке ұмтылса дейміз. Құрметті көрермендер, біздің осы бағдарламамызды тыңдағандарыңызға көп рахмет. Бірақ біз бағдарламамыздың дәстүрінен жаңылмай, бағдарламамыздың соңындағы орталық Азияның қазынасы айдарына өтеміз. Бағдарламамыз бойынша орталық Азияға бір қазына ала келу керексіз. Сол қазына ретінде не алып келдіңіз? Енді мен өзім осы әлеуметтік желіні жалпы зерттеуші сарапшы ретінде менің қазіргі таңда алып келген қазынам ол осы орталық Азиядан шыққан осы әлемдік деңгейдегі әлеуметтік желінің IT гиганттары бар ғой. Сол мықты корпорацияларда жұмыс істеп жатқан білімді жастарын алып келдім. Мысал ретінде айтатын болсақ, өзіміздің қырғызстандық Тілек Мамутов деген азамат Google корпорациясында 11 жылдан астам жұмыс істеп келген, және де осы уақытқа дейін қазіргі таңда орталық Азиядан шыққан азаматтарға осындай үлкен корпорацияларда
қалай жұмыс істеу керек, жолдарын барлығын үйретіп отырған осындай жас маман бар. Одан бөлек енді өзіміздің түркістандық ауылдан шыққан қыз бар, Лондондағы Мета компаниясында қазіргі таңда жұмыс істеп жатқан. Ол Махира Аташикова деп аталады. Ол қыз біздің осы Түркістан облысында Сайрамнан шыққан, қарапайым ғана ауылдан шыққан қыздың осындай үлкен әлемдік деңгейдегі корпорацияда жұмыс істей алатындығын дәлелдеп берді. Және де одан бөлек өзіміздің Арман Болат есімді жас инженер-программистіміз қазіргі таңда әлемдік деңгейдегі Microsoft деген үлкен корпорацияда жұмыс жасады. Және де біздің осы орталық Азиядан осындай IT гиганттарда қалай жұмыс жасауға болатындығы жөнінде өзінің нұсқаулығымен қазіргі таңда жастарды өзіне қарай тартып, жалпы орталық Азия жастарының әлеуетін көрсетіп жүрген азаматтар бар осындай. Менің ойымша бұл қазіргі таңда осы орталық Азияның қазынасы. Менің ойымша. Шынымен де орталық Азияның қазынасы ол адам капиталы, адамдардың білімді болуы, оның үстінде орталық Азиялық жастардың нақты әлеуметтік желінің саласындағы үлкен гиганттарда жұмыс істеуі бұл шынымен де қазына. Мәселен, соңғы ақпараттар бойынша Google корпорациясының өзінде 100-ден астам қазақстандық жұмыс істейтіндігі туралы ақпарат бар. Бірақ біз сол Google-да істейтін 100 қазақстандықты Қазақстанның бір белгілі бір күші ретінде пайдалана алмай отырмыз, немесе қоғам ол 100 адамның есімін де білмейді тіпті. Бірақ бұлар шынымен де орталық Азияның қазынасы. Орталық Азияда азаматтық қоғам қарқынды дами берсін. Бір қолдың 5 саусағындай 5 мемлекет әрқашан бір болайық. Сау саламатта болыңыздар.